Қайырлы күн достар, егер сіздер тез арада дайын болатын салат мәзірін іздесеңіздер, ол міндетті түрде осы салатты дайындап көріңіз. 10 минутта дайын болады. Видеомды көрмес бұрын алдын ала каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болатын айтана. Алдымен брокколимізді осылай алып, бөлшектерге бөліп аламыз. Өте ұсақ және де өте ірі болмауы керек. Шамамен брокколиміздің пішіні осындай болуы қажет, және де бұны ысы қайнап тұрған суға салып 2-3 минуттай қайнатып алатын боламыз. Одан қатты қайнап кетсе, езіліп кететін болады. Енді біз соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сұйық май және де бір тіше сарымсақ қажет болады. Сарымсақты осылай пышақтың көмегімен езіп және де өте ұсақ қылдырып турап аламыз. Оны сұйық майымыздың үстіне салып араластыратын боламыз. Енді бізге қияр және де помидор, оларды осылай ұсақ етіп турап алатын боламыз. Қызанақты да солай турап аламыз. Енді осы туралған көкөністерімізді ыдысқа салып, үстіне соусымызды құйып, тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Мына жерде менде тұз салған видеоға түспей қалыпты. Енді безендіруге мен творожный сырды пайдаландым. Осылай бетіне әрбір жеріне творожный сырды салып шығатын боламыз. Мінекей біздің тез арада дайындалатын салатымыз дайын болды. Өте ерекше дәмді болып шықты.